Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2 сынып қазақ тілі 5 сабақ у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды қарастырамыз, оларға жауап беруді үйренетін боламыз. 17-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері. Ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі өпілдеген үкілі бөрік, дейді бақбақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, естерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланың жайнатып, естерін адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Енді мәтіннің тапсырмаларына назар аударайық. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші, бәйшешек бақбақ не деді? Бақбақ өзін қалай мақтады? Екеуін мәмілеге келтірген кім? Бірінші, бәйшешек ең алғаш көктем келгенін хабарлайтын өзі әрі ең әдемі екенін айтты. Екіншісі, бақбақ ел өзін жақсы көретінін, әрі оны сары гүлімен үлпілдек сәукелесі бар екенін айтып мақтанды. Үшіншісі, екеуінің де әдемі және қош иістерімен адамға қуаныш сыйлайтындарын айтып, әңгімелерін тыңдап тұрған адам татуластырды. Балалар, суретке қарап тұрсаңдар, мінекей бәйшешек гүлі, көктемнің алғашқы гүлдері. Ол қардың астын өз күшімен сонша нәзік болса да, қарды жарып шығып, бүршік атып гүл ашады екен. Екінші суретте бақбақ гүлі. Бұл өте әдемі сары даланы өте әдемі түске бөлейтін гүлдердің бірі. Бұл сары гүлінен кейін сары гүлі үлпілдек гүлге айналып, ауада ұшатын болады. Сол үшін 2 бас киімім бар деп тұр. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап, қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта. Мәтінде қуантамын, екеуің, қуаныш сөздерінде у дыбысы кездеседі. Қуантамын сөзінде у дыбысы дауысты болып тұр, себебі алдында дауыссыз дыбыс келіп тұр. Екеуің сөзінде у дыбысы дауыссыз, себебі алдында дауысты дыбыс е келіп тұр. Қуаныш сөзінде у дыбысы дауысты, себебі алдында қ дыбысы орналасқан екен. 18-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз, у дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп, иеленген гүл атын, әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын. Бұл жерде Раушан және Жауқазын адам аттарында у дыбысы кездеседі, және бұл жерде дауыссыз болып тұр у дыбыстары. Алдында а дыбысы дауысты болғандықтан. У дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелде. Мінекей осылай айтып дәлелдейсіңдер. 19-шы жаттығуға назар аударайық. Суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр. Сол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Бірінші суретте Раушан, екінші суретте Қызғалдақ. Раушан екеуміз бір сыныпта оқимыз. Қызғалдақ озат оқушы. 20-шы жаттығу: сөздерді буынға бөліп оқы. Уыз, уылдырық, умаждау, улы. У дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дәлелде, қалаған сөзіңнен сөйлем құрап жаз.
Ең бірінші бізде уыз сөзі, бұл жерде у дыбысы дауысты. Одан кейін уылдырық, бұл жерде де у дыбысы дауысты. Умаждау, бұл жерде де у дыбысы дауысты. Улы, бұл жерде де у дыбысы дауысты дыбыс болып келеді. Ауылда уыз жедік. Уылдырық балықтардан алынады. Айым умаждалған дәптерін қоқысқа тастады. Жыланның улы болуы адамдар үшін өте қауіпті. Мінекей менің құрметті оқырмандарым, у дыбысына арналған қызықты тапсырмаларымыз бен сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақта кездескенше сау болыңыздар.